Сәлем қыздар, бүгін үй жағдайда булочка пісіретін боламыз. Оған сары май, жұмыртқа да керек емес. Ал қыздар, менімен бірге булочка жасаймыз. Менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Булочка керемет шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, міне ортасы әдемі болады, слой-слой болып, жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге жылы сүт, 2 стакан, менде міндетті түрде жылы болу керек, жарты қасық тұз, 2 қасық құм шекер, дрожжи 1 қасық, кішкентай қасықпен, құм шекеріміз үлкен қасықпен, сұйық май 100 мл, 1 стакан жылы су кетті, және де 1 қасық қопсытқыш кетті. Маған 1 қасық жетті, қалғанын былайына қоя салдым, артығын. Осының бәрін жақсылап илейміз. Қамырыңыз неғұрлым жұмсақ болса, соғұрлым жақсы болады, бірақ су, міне 1 стакан су тағы да құйдым, жылы су, 1 стакан суым жетпей қалды. Жақсылап илеп, қатты сұйық емес, қатты емес, орташа қылып иледім, жұмсағырақ, бірақ тестам қолға кішкене жабысып тұрса, әдемі кетеді. Көтерілген қамырымызды осылайынан қайтадан 2 қасық сұйық май құйып, осылайынан қайтарып қоямыз, қайтадан тынығуға жібереміз тағы да. Көтерілген тестамызды, міне көтерілді, екінші қайтара алып, өздеріңіз білесіздер, ыңғайларыңызға менде ұн қостым. Ұнмен не болмаса сұйық май қолдансаңыздар да болады. Осылай бөліп, кішкентай бөлшектерге бөлеміз. Мен бұл жерде 70 граммнан шықты менде булочкаларым. Сіздер үлкен қылсаңыздар да болады, кішірейтсеңіздер де болады. Бөлшектерге бөліп қойғаннан кейін тағы бір 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Оған дейін бізге керек заттарымызды дайындаймыз. Кунжут, мак, корица, құм шекер, жұмыртқа, сұйық май. Менде мына фольгам кішкене салпасыздау, сондықтан сол фольганың үстін сұйық маймен майлап қойдым. Міне 10 минуттан кейін қамырымыз қайта көтеріліп, күшті болып шықты. Енді жақсылап жұқалап булочканың формаларын жасаймыз. Қыздар, сіздер өздеріңіз қандай форманың түрлерін білесіздер, булочкаға сол форманы жасасаңыздар болады. Менде қандай түрлері бар, сіздерге көрсете кетем, қандай түрлерін білем, яғни. Менде 2 қасық корица қостым, міне. Корица мен құм шекерді араластырып, булочканың ортасына салатын боламын. Егер де үйлеріңізде алма болатын болса, алманы кубиктап, булочканың ортасына салсаңыздар, корица, құм шекер үшеуі жақсы үйлеседі. Ортасына сұйық май жаққыларыңыз келмесе, сары май жақсаңыздар болады. Ішінде бір пампушка өздеріңізде бар, үйде заттарды жаға берсеңіздер болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай жасаймыз да, жабылған бетін астына қаратамыз, етпесе шығып әдемі болмай қалады. Менде мына жерде жүрек формасы болды. Жүрекше қылып жасадым. Тағы да білетін формаларды көрсетем. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Булочкаларым қалай болып пісетінін видеоның соңында көрсетемін. Егер де корица ұнамаса, корицасыз жасасаңыздар болады. Жай ғана құм шекерді ортасына сепсеңіздер болады. Міне мұнда домалақ қылдым мен.
Мына жерде пышақтың көмегі керек болды. Булочканың ортасына мейіз салсаңыздар да болады, курага салсаңыздар да болады. Вареный сгущенка бар болса салсаңыздар болады. Өздеріңізге үйде бар затты сала берсеңіздер болады, әдемі шығады. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Менің каналыммен бірге болыңыздар. Менің каналымда түрлі тамақтардың рецепттері шығады. Оңай жолдары, үй жағдайында дәмді, тойымды тамақтың рецепттері, тәттілердің рецепттері шығатын болады. Сондықтан менің каналыма жазыла кетіңіздер. Менің бұл жерде сүтімнің ерекшелігі уыз сүтінен жасалған булочка болып тұр. Егер де уыз сүттеріңіз болмай жатса, магазиннің сүті бола береді. Менде ауылда жер болған соң, осындай уыз сүті көп болып тұрады. Сондықтан осылай булочкаларды көп жасаймыз. Қыздар, сендерге сәттілік, бізге ас болсын.